Есіктен кірген анасының қолындағы сары пакетті көрген Таңсұлудың көздері күлімдеп қоя берді. Бұл не, деді пакетті қолына алып жатып. Ентігін баса алмай, дәліздегі орындыққа отыра кеткен анасы. Өліп қалайын дедім-ау, деді, терең дем алып. Палау ма? Қайдан алдыңыз, деген Таңсұлу шешесіне таң қала қарады. Әй, кеше мынау көрші айтып еді ғой, алаңда тегін палау тарататынын. Емханадан келе жатып барып көре қалайыншы деп едім. Адам көп екен. Сонда да қалыспай, мен де алып алдым. Ой, мама, неге барасыз? Өзіңіз әрең жүрсіз, таптап кетеді ғой ондай жерде адамдар. Сұмдық адам көп болды. Құрысығын. Деген ана шып-шып аққан маңдай терін жаулығының шетімен сүртіп қойды да, ал, жеп алыңдар. Әлі суып үлгермеген шығар, деді. Таңсұлу шай қойып, пакеттегі палауды ыдысқа салды. Тамақты көрген кішкентай үш баланың да көздері жайнап дастарханға жайғасты. Палау үстіндегі шөкімдей етке таласа тармаса қол созып жатыр олар. Сен үшеуін жеп қойдың, мен біреу-ақ жедім. Деген екінші сыныпта оқитын ортаңғы ұлы өзінен бір жас үлкен ағасының қолындағы түйірдей етті тартып алмақшы. Балабақшаға баратын кенже қызы да тамақты төгіп шашып, аузына тықпалауда. Олардың сүйсіне жеп отырғанын көрген нағашы әже, құлындарым-ай, асықпай жеңдер. Бәріңе жетет деп шай әкелу үшін ас бөлмеге кеткен қызына, сен де жеп алсайшы отырып, қызым деп айқайлап қояды. Апаның көпшілікпен таласа тармаса алып келген палауы 2 кесе шығатын болар. Бірақ бұл үйде бүгін кәдімгідей той ғой. Кедейдің бір тойғаны, байғаны. Балалар тойды осы палауға. 2 түйірден тисе де, ет жеді бүгін. Таңсұлудың өзі ауыз тиген де жоқ бұл астан. 3 баласынан артылмады. Балаларының тойғаны, өзінің тойғаны. Дәмді тамақ жеп, қарындарын сипалаған оларға қарап, өзі кекіріп отыр. Ал анасы теледидар алдына жайғасыпты, түріктің сериалын көру үшін. Мама, сіз жеген жоқсыз ғой, деп күмілжіген қызына ол. Мен сол жақта отырып жеп алдым дей салды. Қайдағы? Жегісі келіп сілекейі шұбырса да, жұтынып қойып үйге жеткенше асықты. Үйде көптен бері дәмді тамақ жемей, бірде тоқ, бірде аш отырған 3 балапанның аузына салу үшін ентігіп әрең жетпеді ме? Қайран ана. Ал Таңсұлу құрнанды қара шаймен соғып алды да, көзін іліндіріп алмақшы. Түстен соң жұмысқа шығуы керек. Балалар түстіктерін жеп алды. Әлгінде пісірген вермишельді енді кешкі асқа жейді. Аядай ғана бір бөлмелі пәтерде азан-қазан шулаған 3 бала. Құлағы жөнді естімейтін анасы теледидардың дауысын барынша қатты қойып қойған. Сырттан келген адамның мына жерде құлағы тұнатыны рас. Бірақ Таңсұлуға бірі де әсер етпейді. Маужырап ұйқыға кетіп бара жатыр. 3 баласы дәмді тамақ жеп тойып алды. Бөлменің астан кестеңін шығарып, бірін-бірі қуалап ойнап жүр. Анасы сүйікті сериалын көріп жатыр. Көңілі тыныш. Бұл күнді көрсеткеніңе де шүкір деп ойлаған жалғызбасты ананың көзі ұйқыға жұмыла берді. Бір мызғып алған Таңсұлу жуынып, шайынып жұмысын аттанды. Ол наубайханада жұмыс істейді. Түстен соң жұмысқа шығып, түннің бір уағында қайтады үйіне. Айлығымен алып қайтатын наны бар. Өзіне осы жұмыс ыңғайлы. Таңертең бір офистің еденін жуып келеді. Ал анасы кондитерлік цехта жұмыс істейтін. Кейінгі кезде денсаулығы сыр беріп жүргендіктен жұмысынан шығарып алып еді. Қазір 3 баланы қарап отырады үйде. Жұмыстан келгенде анасы мен балалары ұйықтап жатады. Бүгінде сол жағдай. Өзі де төсегін салып қаз-қатар тізілген олардың шетінен орын алды. Оны-мұны ойлап ары-бері дөңбекшіген ол қолына телефонын алып, Инстаграмда ақтара бастады. Сол-ақ екен, жарқ етіп қаланың бүгінгі жаңалығы шыға келді. Алаңда таратқан тегін палаудың оқиғасы хит болып жатыр екен. Тез көз жүгіртіп шықты да, суреттері мен бейнеролигіне үңілді. Таныс бейне.
Дем ішінде ол бір сәт ауа қарманып отырып қалды. Көпшіліктің ортасында жаулығы иығына түсіп кетіп, тегін палау алу үшін жанталасып жатқан көк көйлекті әйел мұның анасы ғой. Әне бір жасы өзімен шамалас келіншек мұның анасын итеріп, жұлқып, құлата жаздады. Сонда да артқа қайтпай, палау алу үшін анасы алға ұмтылуда. Жүрегім-ай, жаным-ау, анашым. Көзінен жас парлап қоя берді Таңсұлудың. Пысылдап ұйықтап жатқан анасына қарады. 60-қа жетпесе де, жүзін әжім торлап, шашы аққа боялған шешесін құшақтап, еркелеткісі келді. Ең жақсы сөздерін айтып, алғысын жаудырғысы келді. Бірақ анасының ұйқысын бұзғысы жоқ. Оған дәл қазіргі күйін сездіргісі де келмеді. Іштей егіліп отыр. Әсіресе көпшіліктің жазған пікірлері өмірден түңілдіріп жіберді. Бүкіл парақшаларда өріп жүр қаланың бүгінгі жаңалығы. Аты дардай журналист, блогерлердің өздері сынап, мысқылдап парақшаларына жарыса шығарыпты. Ал адамдардың жазған пікірлері. Таңсұлу бар даусымен айқайлап жылағысы келді, көпшіліктің пікірін оқып. Адамдарға тегін нәрсе жақпайды. Жабайылар өңшең, аштан өлген ашкөздер, түк көрмеген бейшаралар, ұят-ай, анау жұлсып жатқан көк көйлекті әйелге не жоқ, тегі жармаған ашкөздер, орамалы қисайып алып, жұрттармен алысып палауға таласқанша, үйінде пісіріп жемей ме сол тамақты? Мә, анау көк көйлекті, орамалы қисайған апым үшін мен ұялып отырмын. Бүйтіп палау жемей-ақ қойдым. Тегінге тезек берсең де, жей береді мұндай адамдар, туған туыс, бала шағасы жоқ па мынау әйелдің. Аштан қалатындай не көрінді соншама, бала шағасы үйінде жатқан шығар диван батыр болып. Тағы бір негатив пікірлер тоқтаусыз төгіліп жатыр екен. Таңсұлудың ішкі дүниесі өртенуде. Тезек жемек түгілі, сол көк көйлекті әйел жұрттармен таласып алған палаудан ауызда тимей, менің шиеттей балаларыма әкеліп бергенін қайдан білсін мынау данышпансымақтар. Сол көк көйлекті орамалы қисайған әйелдің өмірден көрген теперішін білер ме екен, желідегі ақылы асып тасығандар. Неге сонша тұзы жеңіл болды екен анамның? Жастай жесір қалып, жалғыз өзі мені қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп еді. Қанша еңбектенсе де, арқа сүйер азаматы болмағасын басына баспана бітпеген. Өмір бойы көшіп қонып, пәтер жалдап келеміз. Ешкімнің ала жібін аттамай, адал бейнетімен өсірді бір тал гүлін. Мені тұрмысқа беріп, арқа басы енді кеңейді ме дегенде, бәлеке тағы жабысты ғой басымызға. Күйеуін құмар ойындарына әуес болып, талай сорлатқанын, ақша тауып бер деп буындырып өлтірмек болғанын, ұрып-соғып үйден қуып шыққанын жарияға жар салуым керек пе? 3 перзентіммен анамның жағдайын жасап, пәтер ақыны уақытында төлеп тұруым үшін бір емес 2 жерде жұмыс істеп жүрген жайым бар. Сонда да бір менің тапқаным аздық етуде. Тоя тамақ жемеппіз әлі күнге. Бізді бір қуантқысы келген байғұс анамай. Әлеуметтік желімен ісі де жоқ өзінің. Солай болғаны да дұрыс болды. Әйтпесе парақшалар мен сайттарды шарлаған өзін көріп, қандай күйге түсетін еді. Түріктің сериалы мен қалаулым болса болды анашыма. Жаным анашым, біз деп соққан жүрегімізден айналдым. Қайтсем аузыңыздан ақмай ағызып, бар жағдайыңызды жасап қояды екенмін. Анашым, табаныңызға кірген тікен неге менің маңдайыма кірмейді? Алтыным, анам, ай күнім, панам. Өзіңіз жемесеңіз де, палауға таластырып қойып атыңызға кір келтіргенім үшін мені кешіріңізші. Баладай болған көңіліңізден, әппақ жүрегіңізден, кең пейіліңізден айналдым, анашым. Қанденше шәуілдеген пікір иелері қайдан білсін біздің тағдырымызды. Сізді итеріп құлата жаздаған әнеу бір келіншекті де кінәламаймын. Ол да мен сияқты соры қайнаған бір бейбақ болар деп іштей аласұрған Таңсұлу таңды ұйқысыз атырды. Таң атқанда пәтер ақыға деп жинап жүрген ақшасының жартысын алып дүкенге жүгірді. Палауға керек жарақтың бәрін сатып алды. Еті молынан етіп 3 баласымен анасына палау пісіріп бермекші.
Басы аман болса, пәтер ақының төлемін айдың соңына дейін табар. Ыңғайсыз немесе сорақы жағдаймен желіде жұлдыз болған пендемнің бір тұрып, бір құлап жүрген жайы бар болар. Сөкпейік, сынамайық, кекетіп мұқатпайық.